Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нәпсін дертін дауасы. Иншаллах, алда уақытта біз осы нәпсінің 69 дертін өтетін боламыз. Жалпы адам бір құлшылық жасағысы келген сәтте міндетті түрде бір бөгет болады. Бөгет жалпы бізге төртке бөлінеді. Бірінші бөгет ол адамдардан болады. Одан тұтыласың енді. Екінші бөгет ол, яғни дүние тұрғысынан келген кезде, яғни сенде таңдау болады. Не ақырет таңдайсың, не дүниені таңдайсың. Мысалы, сізде қолың бос кезде үйде сіз не сотқа қараймын, не Құран оқимын деген таңдау болады ғой. Үшінші нәрсе шайтанның келеді, сыбырлау деген нәрсе. Бірақ Аллах Тағала альхамдулилlah бізге нәс сүресін түсіріп қойды. Яғни осы нәс сүре арқылы біз Аллахтан ғана сұрау арқылы иншаллах Аллах Тағала бізге жеңілдік беріп қояды. Төртінші нәрсе ол енді қиын нәрсе. Неге? Себебі ол нәпсі, ол сенің өзіңсің деген нәрсе. Іштен шыққан жылан ең жаман деген нәрсе. Енді онымен қалай күресеміз? Мысалы, сізде бір ауру бар болса, сіз бірінші дәрігерге барасыз, ол дәрігер сізге бір ауру тауып береді ғой. Одан кейін ол аурумен қалай күресу керек, қандай ем керек екен деген білгеннен кейін, онымен күресу өте оңай болады. Дәл солай нәпсімен де. Яғни бірінші біз нәпсіні дерті табу керекпіз, одан кейін оған қандай ем керектігін табу керекпіз. Сол үшін осы иншаллах алда уақытта осы 69 нәпсін дертін өтсек иншаллах.